общем, барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз дейтін механикалық есікті жасайтын боламыз. Достар, менен алдында адамдар үйретіп кеткен шығар сіздерге, достар. Бірақ, достар, мен дейтін соны үйреткен бір қазақша бір ютуберді көрген жоқпын әлі, достар. Сол себепті, достар, мен сіздерге бүгін дейтін механикалық есікті қалай жасайтынын көрсететін боламын. Ал енді шек кеттік, достар. Бізге ол үшін, достар, поршень керек, достар. И осындай редстоун факел керек. И редстоун керек, в общем. И осындай плитка керек. И так. Енді осындай любой бір ағашты ала саласың. Болды енді, достар. Жасайтын боламыз осымен. Так, біз дейтін бірінші жерді қазатын боламыз осылай 3 блоктан. 3 блоктан жерді қазатын боламыз. И осылай қазатын боламыз. Так, осылай. Так. Енді мынаны қазатын боламыз. Мынаны тағы да қазатын боламыз. Жердің астын. Мынаны тесуге болмайды, достар. Неге осылай қалады. Енді, достар, редстоуны не керек, достар? Редстоун керек. Осылай не yapışasыздар, осылай. Осылай қойып шығатын боласыздар редстоунды. И факел қоятын боласыздар. Неге осындай факел қоятын боласыздар. И осындай факелдің үстіне, достар. Так, факелдің үстіне осындай редстоунның өзін жағатын боласыздар. И аяқты қоймайтын боласыздар. Енді, достар, бұлар керек емес. Ашық қалдырып керек емес. Енді поршендерімізді қоятын боламыз. Так, поршендерімізді қоятын боламыз. Ал енді плитка қоятын боламыз осы жерлерге. Плитка қоятын боламыз. И осылай ашылатын болады есік, достар. Не көріп тұрсады ма, достар? Осылай ашылатын болады. Енді оның механикалық екенін білдірмес үшін, достар, осылай екі жағын жабатын боласыздар. Неге осылай жауып қоятын боласыздар. Енді өздеріңіз біліңіздер, енді көрсетіп тұра бересіздер ма, или жауып қоясыздар ма? Жауып қойған негізі кішкене сән береді, достар. Енді так, енді осындай, в общем. Так, үйреніңіздер деп ойлаймын, достар. Енді мен дейтін аяққа да соқ болған болатынмын. Осындай механический есік осындай. Так, енді осымен, достар, видео аяқталды. Мінекей жасау жол өте оңай. Әрі керемет жұмыс істейтін. Осындай есік жасап шығардық бүгін біз дейтін. Ал ендеше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Жанынан шыққан қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше, достар.